жатырмын. Бір өлең айтпаш 500 теңге берем дейді маған. Саған концертін зам аурухана айтпаса, ән айтпаса. Ағай, содан кеше орысша өлең айтсам 1000 теңге берем дейді. Қой. Я, соған сіздің орысша өлеңіңіз бар, соны айтайын ба? Өзім айтам деп айтпаса. Мынандай сұрақ келіпті. Мен Гүлнар апа сіздің жігітіңіз шын айтып вообще кездескен емеспін. Ал жігітіңіз деппін балаңызбен. Маған жазғанда емес. Кездесейін деп жатқан маған да ұйықтайтын жігіт керек емес, жұмыс істейтін адам керек. Мен ұйықтаймын, ол жұмыс істейді дегенде ғой. Аяқ астынан не болды сізге? Мен вообще сізді танымайды да екенмін. Мынандай әңгіме жазып жүрген. Мен жүріп балаңызбен жүріп мен ұстап алғандай. Мау бас деп жазып жүрді. Мойындаймын. Осы балдар деймін, мынау тербетіп отырмын ғой. Бұлар ше құйрықтарымен бір нәрсені сезеді мынау. Біз келін екеуміз. Кәппен бірдеңе жейін деп жатсақ, осы. Нормально ұйықтап жатады ғой. Дым звуксыз жейміз ғой. Біз беззвучный режимге көшіп кеткен. Бірден музыкамен сайрап шығады ғой. Шамалы бір нәрсе сезеді бұлар. Эгоисттер. Өздері сүтке тойып алып жатады да, безбешек ауыздар ашып ұйықтап жатырмын масқара. Біз тамақ жейтін кезде осы қырады ғой. Бір шығын мазасын алып жатыр. Орындап жатырмын масқара. Көзін ашып ұйықтап жатыр. Мынау менің балам емес. Інім баласы ғой. Мен тусам бұдан әдемірек болады. Әлем достар, қалайсыңдар? Мен біраз болды мына рилс салмағаны. Бір салып кетейін, бірден айтайын деймін. Маған біреу жазып тұрды. Біреу емес, бір адам жетті. Мынау жас көрінесің, инфантильный адамдар солай жас көрінеді дейді. Сон инфантильный бар ма? Мен Гуглға салып көрдім. Андай психология бойынша психически ми өспей қалғандар. Мен өскен, мен басым зілдей білесіңдер ма? Сосын айтайын деген. Инфантильный деген андай детский возрастта қалып қалған дейді. Мен ешқандай детский возрастта қалып қалған жоқ. Мен кредитім бар білесің, мен кредит төледім. Бекер Миша маған кредит бермейді ғой. Мен детский возрастта қалып қалсам, уақытылы төлеп отқаннан демек, мынау взрослый адам екен деп. Жыныма тимеңдер. Серьезно сөйлесетін адамдармен, банктағы адамдармен серьезно сөйлесем мен.